Қайырлы күн барлығыңызға. Кәріс салатының рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен сәбіздерімізді арнайы сәбізге арналған үкіштен өткізіп аламыз. Сәбізіміз дайын, үстінен сарымсақты саламыз. 1 шай қасық тұз саламыз. 1 ас қасық 70% уксусты құямыз. Сәбізге арналған осындай заправка қолданамын. Үстінен дәміне қарай бұрыш саламыз. Және осының барлығының үстінен сұйық майды жақсылап қыздырып алып, үстінен құямыз. Және де жақсылап араластырамыз. Неке сәбіз салатымыз дайын. Тоңазытқышқа 1 түнге қалдырсаңыздар, өте керемет болып шығады. Барлығыңызға ас болсын. Сіздермен Айжан.